Сәлем достар, сіздермен бірге мен Дайреп. Бүгін бізде Қазақша Мотивация және бұл 14-Серия. Кеттік. Бүгін мен сіздерге мынандай сұрақ қоямын. Және сіз сол сұрақты ұйықтайын деп жатқан кезде өзіңізге қоюыңыз керек. Бұл сұрақ: бүгін мен болашағым үшін не істедім деген сұрақ. Және сіз ол сұрақты ұйықтағанның алдында қоюыңыз керек. Яғни сол күні сіз болашағыңыз үшін не істедіңіз? Және осы сұрақты мен оқу туралы айтып тұрған жоқпын. Яғни сіз мектебіңіздегі ең үздік отличник болсаңыз да өскенде бомж болып кетуіңіз мүмкін. Сондықтан сіздер болашағыңыз үшін бірдеңе жасауларыңыз керек. Мысалы, ол ағылшын тілін үйрену или басқа тілдерді үйрену. Мысалы, сіздер бір аспапта ойнау или күнде далаға шығып жаңа адамдармен танысу. Таныстар сіздерге көмектесіп қалуы мүмкін керек кезде. Яғни сіз болашағыңыз үшін күнде не істедіңіз? Осы сұрақты күнде ұйқының алдында қоюларыңыз керек. Және өз-өзіңізге отчет беруіңіз керек. Осыны естеріңізге сақтап алыңыздар. Сіздермен болған мен Дайреп. Ертеңгі видеоны күт. Moonlight, so look good in the moonlight.